Сәлеметсіздер ме? Сіздермен осындай өте әдемі, көздің жауын алатын сәндік дастархан, қонақтар күткен кезде төсеуге болатын, әрі күнделікті өмірде қолдануға болатын сәндік дастархан тігетін боламыз. Сіздерге шеберлік сабақ қызық болса, соңына дейін қарауыңызды сұраймын. Біздің столымыздың өлшемі 70 те 120. Бұл тек столдың өлшемі. Енді дастарханға біз әр шетіне 20-дан қосатын болдық. 20-25 сантиметр қосуға болады. 25 сәл тізеге тиіп тұратын болады. 20 отырған кезде тізеге тимейді. Сонда біз мына енін біз 90-110 және ұзындығын 160 сантиметр. Бұл бізде дастарханның өлшемі болады. Яғни әр шетіне осылай 20 сантиметр болатындай етіп алатын боламыз. Плюс 20-20-дан осы өлшеммен жаңағы түссіз дастарханымызды алатын боламыз. Енді шетіне, осының шеттеріне лентамызды тігіп шығатын боламыз. Бізде стол қырсыз, төрт бұрышы тік келген, сондықтан ештеңе өзгертпейміз. Егер сіздерде овальный болса, мысалы, мына жері дөңгелектеу келген болса, онда мына дастарханның шеттерін бәрін бірдей қылдырып, осылай дөңгелетіп алу керек болады. Бұл енді қалауыңыз бойынша менде бәрі тік кетеді. Біздің дастарханымыз ол мындай прозрачный, түссіз дастархан деп сатылады. Мұнда екі слой тұр. Осының шеттерін қазір әдемілеп тігетін боламыз. Бұл тығыздығы қалың, жұқа емес. Қазіргі қолданатын стразовый лентамыз осындай. Жылт-жылт етеді. Метрлеп те алуға болады, рулонмен де сатылады. Осылай шетіне тігіп шығамыз. 11-5 енінің өлшемі. Біз қазір мына дастарханымыздың шетіне мен енінен бастап жатырмын. Мына лентамызды қойып, жолағымызды осыны мынадан шығармаймыз. Яғни бұлай қоюға да болады, алайда бұл қатты формасын ұстамай, тым бос болып кетеді. Сондықтан мен өзім осылай мынаның астындағы дастарханның үстіне қоям. Енін осылай тігіп шығам, сосын ұзындығын кеткен кезде осылайнан қойып, мынаны уже бұлай қойып, осылай жалғастырып тігіп кететін боламын. Длина стежков айтатын болсақ, менде мындай ең широкие. Бұл менде өте арзан простой машина. Жұмыс істеп келе жатқаныма 5-6 жыл болды. Барлық нәрсені осы машинкамен тігемін. Закрепка жасап алдым. Енді ары қарай тігетін болам. Менде мындай прозрачный лапка. Сіздерге қазір көрінеді деген ойдамын. Міне. Осындай прозрачный, мына жері әдейі ашық болған ыңғайлы қарап тұратындай. Яғни мен қазір тіккен кезде мына бірінші жіптің линиясымен түсетін болам. Себебі ине мынаған тиіп кетсе, ине сынады, дастархан тігу қиын болады. Сондықтан тек осы жіптің үстімен түсу керекпін. Сондықтан маған осылай түссіз лапка қолданған ыңғайлы. Сіздерге де кеңес беремін. Шетін қадағалап отырамыз. Мен стразовый лентамды дәл осы дастарханның шетімен, дәл шетімен қоятын болам. Бұдан асырмайым, бұдан кем қылмайым. Осылай екеуі бірдей тұспа-тұс кету керек менде. Ал кеттік онда. Бұл бізде ауыр, тығыз
дастархан болғандықтан қолымызбен мына арт жағын тартып, осылай машинкамызға көмектесетін боламыз. Себебі құр өзі жүрмейді. Мінекей біздің бір шетіміз аяқталды. Бір шетін тігіп болдым. Міне дастархан шеті көрініп тұр. Енді дәл осылайнан кесіп тастайтын болам. Мына дәл дастархан шетімен қай тас аяқталады. Мына тас аяқтала ма? Осы тастардың бойымен мына жер осылай кесіп шығам. Мен штативға жасап тұрғасын ыңғайсыз. Былайнан тез кесіледі. Мінекей осылай. Мінекей бір шетіміз осылай дайын болды. Енді барлық шетін осылай тігіп шығатын боламын. Қазір екінші шетін тігіп алам, әр жақтың. Сосын мына ұзындықтарын қосатын болам. Оны қосқан кезде де мына дәл осылай шетін былай келтіріп, осылайнан. Мына үстінен жалғастырамыз. Мына жерден үстінен бір тігеміз, сосын мынадан бір жұқа қылып дәл бойымен тігіп шығам. Сонда бұл қозғалмай, орнынан ауыспай жақсы әдемі болып тұрады. Бұрышы осылай көрінетін болады.
Осымен дастарханымыз дайын болды. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Шеберлік сабақ сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Сұрақтарыңыз болса, комментарийге қалдырып кетіңіз. Тағы да қандай шеберлік сабақ көргілеріңіз келеді, соны да жазып жіберіңіздер. Арнама тіркеліңіздер. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.